Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Балқаймақ арнасы. Бүгін біз үй жағдайында қант ұнтағын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қант және кофемолка болмаса блендер қажет болады. Мен осындай кофемолканы алып, қантымызды салып, осылай әбден ұнтатып аламын. Ұнтатып алғаннан кейін осындай құрғақ ыдысқа салып қант ұнтағын сақтайтын боламыз. Бұл өте тиімді. Егер менің осы видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы қызықты видеолармен бөлісетін боламын. Біздің қант ұнтағымыз осылай әдемі болып, мап-майда болып ұнтатылып шықты. Енді құрғақ ыдысымызға салып, қақпағын жауып, құрғақ жерде сақтаймыз. Енді қопсытқыш жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 15 қасық ұн қажет болады. Ұнымызды осылай ыдысымызға салып алып, үстіне 5 қасық ас содасын қосатын боламыз. Кішкене шай қасықпен өлшеп саласыздар. 5 қасық ас содамызды салғаннан кейін бізге осындай лимон қышқылы қажет болады. Лимон қышқылының да 3 шай қасығын кофемолкамызға салып, әбден ұнтатып алатын боламыз. Өйткені лимон қышқылы түйіршіктелген, сондықтан оны да ұсақтатып кофемолкадан өткізіп алатын боламыз. Біздің лимон қышқылымыз дайын. Ұн мен ас содасы салынған ыдысымызға салып, әбден араластыратын боламыз. Араластырып алғаннан кейін осындай құрғақ банкамызға салып, қақпағын жауып, құрғақ жерде сақтайтын боламыз. Бұл сатып алғаннан өте тиімді және ұзаққа жететін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Жақсы күндерде кездескенше.